Біз осы үйдің тұрғынымыз Каткова 120-да тұрамыз. Соған үй 1965 жылы салынған үй. Бұл үй өмірі жаңағы бізге дейінгілерді айтады ғой, ремонт көрмеген. Әйтеуір Құдай қалап, биыл осы тұрғаннан кейін 20 жылдан кейін модернизация өтіп жатыр. Біз Қызылорда Адалстрой деген компанияны таңдадық. Весі кішкентайлар 1 метр, 2 метр жасайтын еді, бұлар 3 метрлеп, 6 метрлік ұзындығымен жасап, астына скамейка қойып, тұрғындардың демалатындай жағдай жасады. Камералар қойылды үйге. Мына бірінші этаждан монитордан қарап отырамыз. Действительно, шынымен ремонт көрмеген үй 60 жыл, мен көшпегеніме 3 жыл болыпты. Сода енді көргенімде бірінші, енді білмеймін ғой, бір алаңсыз, страшный үй еді. Соны мынандай қорқынышты еді, кіруге подъездге біз не қылатынбыз, сасық та чего. Енді бұл жерде мысалы Адал групп, Мади ғой енді несі, молодец. Сол бастады, Нұрлыбек балдар бәрі неғып, бүкіл трубаны ауыстырды, шіріп кеткен трубаны на новый су, вода бәрі жағын неғылды. Ризам, бұлардың бәрі ешкімде жоқ труба, қалың қымбат трубаларды неғылды. Ішінің бәріне левкаспен дұрыстады. А то біздің уже нелер бәрі түсейін деп тұрған стеналар, бәрі ой-ой. Солардың бәрін бітеп, осындай жағдайға енді келтірді. Соны міне үкімет осындай енді ақша бөлді, а зато адал қып істеп, аттарына енді сай екен действительно. Рахмет, рахмет бұларға. Мынау Памфилова 30 квартира 6-ның тұрғынымын. Фамилиям Деилова Карима. Осы үйде 67 жылдан бастап тұрамын. Жақсы ремонт жасап берді. Жаңа үйге кіргендей болып жатырмыз. Сырты да, іші де барлығы жақсы. Сондықтан осыларға көп рахмет айтамын. Мердігер мекемеміз Көрсенес мекемесіміз. Біз осы июль айының 28-нен бастап құрылыс бастадық. Ремонтты 2 ай мерзім берілген. 2 ай мерзімде уақытысында сапалы бітірдік. Бәр бүкіл су, свет, водопровод, канализация, бүкіл ИЖС системасын бәрі жаңартылды ғой. Бәрі жаңадан істелінді бәрі. Сосын ішкі жұмыстары ғой, ремонттары полностью. Сосын крышасы, бұл бұрын сонда болмаған крышасы. Соны қайттан шипырлап, каркасы істеп істелінді бәрі.